Келес ауданы, осы Біртілек ауылына президенттің бастамасымен осындай жаңа мектеп бүгін есігін айқара ашып отыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен қолға алынған келешек мектептің бірі Түркістан облысы Келес ауданы Біртілек ауылдық округіне қарасты Біртілек ауылында 300 орындық келешек мектебі ашылып отыр. Толыққанды білім алуына барлық жағдай қамтамасыз етілген. Осындай жаңа мектеп, жайлы мектеп соғылғанына өте қуаныштымыз. Осы мектепті бізге ашып беріп жатқан елбасымызға, халқымызға мыңда бір алғыс. Мектептің ерекшелігі өте заман талабына сай салынған. Самұрық-қазына және жауапкершілігі шектеулі Шымкент автоматика мердігер компаниясы салған. Өте алғысымызды білдіреміз. Барлық осы мектептің салынуына үлес қосқан азаматтарға алғысымызды білдіреміз.